Хабарымыз жалғастырамыз. Желілік Абай мектептері оқушылар арасында 5-ші республикалық іші алтын, сырты күміс, сөз жақсы шешендік өнер байқауы өтті. Оған еліміздің 12 өңірінен 24 оқушы бақ сынасты. Абай Құнанбайұлы өсек өтірік мақтаншақ еріншек бекер мал шашпақ деп адамның осы 5 дұшпанын осы өмірдегі сақтану керек ең басты жаңағы қастықтан сақтауға шақырады. Оқушылар осы жолы алғаш рет жұптық командалық сайыс бойынша бақ сынасты. Қатысушылар тақырыптарды жеребе арқылы таңдап жұптасты. Байқау тақырыптары 7 бөлімге негізделген тапсырмалардан құрылды. Жұптық шешендік сайыста қатысушылар ұстанымына қарсы бағытта ой өрбітіп, мәселе көтеріп, пікірін қорғап, қисынды уәжбен тақырыпты толық ашуы тиіс болды. Қатысушылар тақырып аясында бір-біріне нақты әрі өзекті сауал қою шарт. Сұрақтың тақырыпқа сай келуімен өзектілігі, оған берілетін жауаптың қысқа әрі дәл болуы есепке алынды. Келесі бөлімде қатысушылар жеребе арқылы берілген сөз тіркесі, тұрақты тіркес толғаудан үзінді оқып, қысқа уақытта мәнін ашып сөйлем құрады. Байқау барысында қатысушыларға қарым-қатынас, сахна, тіл тазалығы мен сөз мәдениетін сақтауға шарт қойылды. Біз бұл жарысқа екінші рет қатысып тұрмыз мектеп атынан. Осы жыл менің ең бірінші тәжірибем. Жарыс маған тапқырлығымен, шешендігімен сыналатын сайыстар арқылы ұнайды. Бөлімдері өте қызықты, әрі адамның ақыл ойының жетілуіне үлкен септігін тигізеді. Негізі қазақ өзі бекзада халық болғандықтан, бізге бұл шешендік өнер менің ойымша өте қажет дүние. Ат сүрінгенше, ақыл табатын, көз сүрінгенше, сөз табатын қазақ халқының сынығы болғандықтан, бізге бұл шешендік өнер өте қызықты. Менің шешендік сайысқа бірінші рет қатысып тұрмын. Өте үлкен тәжірибе болды мен үшін осы шешендік сайысқа қатысу. Себебі бұл шешендік сайыс өте жоғары деңгейде өтіп жатыр. Қазақ ердің құнын екі ауыз сөзбен кесіп айтқан халықпыз ғой. Сондықтан да осы бір шешендік сөз сайысы бұл біздің ұлттық құндылықтарымыз бір деп санаймын. Сол ұлттық құндылықтарымызды дәріптеу біздің болашақ ұрпақтың міндеті болғандықтан, осы бір шешендік сөзге қатыспау мен үшін мүмкін емес деп санаймын. 90 ауыз сөздің тобықтай түйінін жасап, жан кескілескен дауды да бір сөзбен тоқтата білген қазақ сөзінің қасиеті, сөз құдіретінің мәні мен мағынасы осында жатса керек. Ал оқыту мен тәрбиелеу үрдісін шешендік өнерсіз елестету мүмкін емес. Осындай сайысқа оқушыларын баптап әкелген ұстаздардың еңбегі мен сахна төріне көтерілген жас өрендердің тапқырлықпен тауып айтқан сөздері де ерекше қошеметке ие екені айтпаса да түсінікті. Бұл байқаудың өзіндік ерекшелігі мен ауыртпалығы бар. Бұл жерде өзі аузымен құс тістеген би, аяға төле би, әйтеке би, сырым батыр атты осындай шешендердің би сөздердің, нақыл сөздердің ойына тоқу арқылы өзіндік ел алдында, халық алдында сөйлей алатын, датын айта алатын ұрпақ тәрбиелеудің маңызы зор деп айта аламын осы сайыстардың бірі. Енді мынау Көкшетауда өтіп жатқанның өзі балаларға ерекше әсер етіп жатыр. Өйткені бұл кезінде бүкіл 300 басын қосып ақ кигізге отырған Абылай ханның еліне келіп отыр. Бұл жерде кешегі үкілі ыбырайлар, ақан сері біржан сал әндері әуелеген. Бұл жерде кешегі Сәкен Жүністер, Кәкімбет Салықовтардың топырағы табаны жерге тиген жерлер. Байқау қорытындысы бойынша Алматыдағы республикалық мамандандырылған мектеп-интернатының оқушылары Амина Смағұлқызы мен Айсымбат Тақылбек бас жүлдені еншіледі. Ұлытау облысынан келген Інжу Тілеулі мен Рауан Жақсылық және батыс қазақстандықтар Айым Хамидуллина мен Аяна Мәлік бірінші орынды жеңіп алды. Алматы облысының өкілі Ақерке Нұржан қызы мен Нұрсұлтан Орынбасар, Астана қаласының намысын қорғаған Аяжан Азамат қызы мен Ғабит Үрістемов жүлделі екінші орынға ие болды. Қарағанды облысының өкілдері Жібек Қалиақпар мен Аяла Әлқазы Ақмолалық Ажар Жанұзақ пен Фариза Шаменовалар үшінші орын иегері атанды. Барлық қатысушы сертификаттармен, ал жүлдегерлер мен жеңімпаздар естелік сыйлықтар және ақшалай сертификаттармен марапатталды. Нұрсәуле Мұрат, Бауыржан Смағұлов, Көкше ақпарат.